Бүгінгі сабаққа дайынсыздар ма? Иә. Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал балалар, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біз робототехника сабағымызды бастамау үшін нені қатаң түрде қадағалау керекпіз? Дұрыс айтасыздар балалар. Біріншіден біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Өйткені біз электрондық жүйелермен жұмыс жасаймыз, роботтармен, компьютермен, ноутбукпен деген сияқты. Енді балалар, бір есіңізге түсіріп жіберейік, қауіпсіздік ережесі қандай болатынын, иә? Мұғалімнің рұқсатынсыз кабинетте жүрмеу керек. Дұрыс айтасың. Көз бен компьютердің арақашықтығы 160 сантиметр. Дұрыс айтасың. Мұғалімнің рұқсатынсыз компьютердің алдынан тұрмау. Рұқсатынсыз компьютерді өшіріп тастау. Сымдырған және розеткаларға қол тигізбеу. Мұғалім рұқсатынсыз компьютерден тұруға болмайды. Тақта алдында су немесе тамақ ішуге болмайды. Дұрыс айтасың. Біз токпен жұмыс жасағаннан кейін өрт шығуы мүмкін. Сол жағдайда біз 101-ге звондаймыз. Ой, бәрекелді, демесін. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын екі топқа бөлініп алайық. Яғни біз есімдерімізді таңдау арқылы екі топқа бөлінеміз. Біз топта қауіпсіздік ережесін сақтау керекпіз біріншіден, екіншіден белсенді болу керекпіз. Бір-бірін тыңдау, өз пікірін ашық бөлісу, басқалардың пікірін құрметпен қарау керекпіз. Уақыт шегінде жұмыс жасау керекпіз, иә? Қазір мына қараңыздар балалар, шығып жеке-жеке есімдеріңізді таңдайсыздар. Осы жерде топқа бөлінесіздер, жарай ма? Сәлем оқушылар. Алдарыңызда бірнеше ұяшық тұр. Әр ұяшықтың ішінде топтың аты жазылған. Ұяшықты таңдап, қай топқа түсетініңді анықтап. Дайынсыз ба? Онда бастайық. Аттарымызды таңдай береміз. Топтас бірінші топ, жарайсың. Бірінші топта мына бетке, екінші топтан бетке отырамыз. Асен. Ali Batır. Kaç top? 70 top. Nazira. 70 top Nazira. Asit. Erasıl. 2 top. Ay jaraysınlar ballar, topqa bölüp aldık ya. Birinchi top ballar, ikinci top ya. Endi ballar, жаңа sabağımızı başlamas burun 9 rump әдісі арқылы өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында ой қозғап алайық, ya. Өткен сабағымызды яғни есімізге түсіріп аламыз, ya. Өткенде роботтарды құрастырдық қой. 9 rump әдісі. Балалар, 9 rump әдісі қолдана отырып, яғни мына жерден әрқайсыңыз келіп, сұрақтар таңдайсыздар. Сандар таңдаған кезде ішінен сұрақтар тұрады. Соған жауап береміз. Жылдамырақ. Ал, Ali Батыр, шыға қой балам. Қай сан таңдайсың? 6. Мотордың қызметі қандай? Қозғалыс жасау үшін керек. Дұрыс па балалар? Иә. Қозғалыс жасау үшін. Дұрыс айтады, бәрекелді. Келесі. Кім? Асылай келе ғой. Жылдам батайық балалар. Қай сұрақ таңдайсың? Робот оқи ғой. Робот қозғалысын ұйымдастыруда түстәншіге қалай қолдануға болады? Түстәншіге деген түс ажырата білетін, түс көзбен жүретін датчик. Дұрыс айтасың. Отыра ғой. Келесі. Асет келе ғой. Жылдам батайық балалар. Бірінші сұрақтан да отыр Асет. Робот дегеніміз не, және ол қашан пайда болған? Робот дегеніміз адам жұмысын жеңілдететін құрылғы. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Келесі. Жазира, келе ғой. Сұрақтан да отыр.
Бағдарламалық блоктар қалай жүктеледі? Бағдарламалық блоктар бірнеше түрге жүктеледі: өңдеу блоктары, шығару блоктары және басқару блоктары. Олардың негізгі қызметі ақпаратты өңдеу. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Келесі, Назира келе ғой. 4. Қандай бағдарламамен жұмыс жасаймыз? Біз жұмыс жасайтын бағдарлама Lego Instrumentation. Дұрыс айттың ба балалар? Қандай бағдарлама екен? Lego Дұрыс айтасыңдар. Бес таңдап отыр. Бағдарлама дегенде бағдарламалық блоктары туралы не білесіз? Бағдарлама дегеніміз ол бізге компьютерге не істеу керектігін айтатын жиынтықтау нұсқауы. Ал бағдарламау дегеніміз ол компьютерге арналған бағдарламаларды жазу процесі. Дұрыс айтасың. Келесі кім қалды бізде? Келе ғой, Ерасыл. Сұлтан. Бүгінгі таңда роботтар қай салаларда кездесуге болады? Медицинада, өнеркәсіпте және ғылымда. Өндірісте барлық жерде қазір нені қолданып жатырмыз? Роботтарды қолданып жатырмыз. Отырамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робототехника болашақтың бағдары, балалар. Бүгінгі сабақтың мақсаты циклдік алгоритмдерді қолдана отырып, Lego конструкциясына бағдарлама құрып, роботтарды жүргізу. Түсінікті ме балалар мақсатымыз? Яғни балалар, біз қандай алгоритммен жұмыс жасаймыз бүгін? Алгоритмнің қанша түрі бар еді балалар? 3 түрі бар еді. Қандай? Айта ғой. 3 түрі бар: сызықтық, циклдық, тармақтық. Дұрыс айтасың, Асылай. Циклдық алгоритм жұмыс жасаймыз, иә? Циклдік алгоритм дегеніміз не еді балалар? Айта ғой. Циклдік алгоритм дегеніміз белгілі бір тізбектің бірнеше рет қайталануы. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бірнеше рет қайталанып орындалатын алгоритм деп айтамыз? Циклдік алгоритміміз. Балалар, жаңа қандай бағдарламамен жұмыс жасаймыз дедік? Lego. Ашыңыздар балалар. Бәріміз ашамыз. Яғни бүгінгі мақсат түсінікті ғой, балалар, иә? Бүгінгі сабақта не күтесіздер, балалар? Жүргізу, яғни роботтарға қозғалыс жасаймыз, иә? Яғни біз нені сақтанып отыру керекпіз? Қауіпсіздік ережесін сақтанып отыру керекпіз, иә? Келесі, бәріміз бағдарламаны аштық па, балалар? Қандай бағдарлама? Дұрыс айтасыздар, балалар. Бәріміз аштыңыздар ғой, иә? Қазір бірінші тапсырма сіздерге, балалар, роботты алға қарай жүргізу үшін қандай блокты қолданамыз? Дұрыс айтасың. Кән бәріміз ашайық. Роботты алға жүргізу үшін қандай блокты қоямыз, балалар? Кәні? Назерке, дұрыс. Назира. Әсет, дұрыс. Яғни бұл қандай блок, балалар? Алға қарай жүргізу. Енді, балалар, осыны деді. Бәрін осы блоктан да тұр, балалар? Дұрыс, бәрекелді. Келесі, осы блокты біз, бұл қандай блок? Алға жүргізу. Екінші тапсырма. Робот бұрылыс жасау үшін программа қандай қосамыз? Қандай блок қосамыз? Яғни жаңа біз алға жүретін блокты қойдық қой, балалар, иә? Осыған қандай блок қоямыз? Бұрылыс жасайтын блокты қосамыз. Кәнекей бәрі таңдандар. Дұрыс. Екінші блок қандай еді бізде? Яғни бұрылыс жасау үшін қандай блок программаны қосамыз, балалар? Дұрыс, аниматор. Дұрыс, Тамирис. Дұрыс. Бұл қандай блок, балалар? Бұрылыс жасайтын блок, иә? Кәні бәріміз осы блокты қосып па, балалар? Дұрыс, бәрекелді. Келесі. Қанша блокты қолданыңыздар, балалар? 2. Дұрыс. Енді осы
robotni 4 burch bo'yinmen жүргізсек qancha blok bo'ladi? Ya'ni biz neni qo'shamiz bolalar? Siklni qo'shamiz, ya. Өйткені бұл жерде не істеу керек бізде? Қайталану керек. Қаны қосамыз балалар. Міне. Сикл осы қостыңдар ғой балалар, я? Қаны қосамыз бәріміз. Дұрыс. Қаны балалар, сиклді қостыңыздар ма? Қайталану. Дұрыс. Сиклді қос. Балалар, енді осыны біз түсінікті ме, я? Барлық роботтарды қойдыңыздар ма, я? Енді осыны балалар роботқа жүктейміз қазір, я? Қалай жұмыс жасайтынын көреміз. Берілген 4 burch бойымен робот екі айналым жасау үшін не істеу керекпіз? Мына блокты біз программаны EVTOY-ға не істейміз? Жүктеуіміз керек. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бәріміз осыны шықты ма балалар? Бірінші топ берге келіңіздер балалар. Екінші топ мына жаққа отырыңыздар. Жылдамдар. Екінші топтікі мына жаққа отырыңыздар. Жаққа келіңдер. Отыра беріңдер жаққа. Яғни біз не істейміз? Жүктейміз, я? Не арқылы жүктейміз біз? Программаны не істейміз? Роботқа жүктейміз, я? Яғни Bluetooth арқылы. Жүктей беріңіз. Бірінші алға қою. Жаңа ең бірінші блок жасадық қой балалар. Ол қандай блок еді бізде? Алға жүру блок, я? Кәнекей кім роботы жүреді екен алға? Жіберіп көрді программаны. Алға қарай жүргіземіз. Дұрыс. Бұл қайға жүретін блок? Алға қарай жүру блок, е? Екінші топ. Сіздер не істедіңіздер? Ал екінші топ жұмысын көрейік. Алға қарай жүру, е? Келесі тапсырма балалар. Енді екінші блок бізде қандай блок еді жаңа? Яғни орындадық балалар. Екінші тапсырма бізде қандай блок еді балалар? Дұрыс айтасыңдар. Соны енгіземіз балалар. Яғни түзу жүріп, бұрыш жасау керек, е? Ал кәні. Жылдан басайық. Бұл апыста не қауып қойды секілді. Мынаны әшейін екеуін жүргізіп қалды. Секілді алып. Мынаны не қауып қойды. Мынаны не қауып қойды. Бұл жабылады. Дұрыс. Бірінші топ. Алға қарай жүріп, бұрыш жасау керек, е? Дұрыс. Алға қарай жүріп, не істеді? Бұрыш жасады. Дұрыс. Ал екінші топ. Сіздердікі. Ал екінші топ жұмысын керек балалар. Алға жүру. Бұрылу, е? Дұрыс. Екі блокты қолданыңдар. Келесі тапсырма балалар. Келесі тапсырма. Енді циклді қосамыз балалар. Қайталану алгоритмі. Яғни бұл қазір алға қойып көрдіңіздер ғой, е? Енді 4 burch жасайтын программа алыңызшы балалар. 4 burch жасайтын. Яғни бұл жерде нені қолданамыз? Циклді қолданамыз, е? Қойдыңдар ма? Ал бірінші топтың жұмысын көрейік балалар. Кәнекей.
Dürüst. Qanday siklni qo'llaniladi? Qaytalanu sikli. Qanchaga tayyorladir? 2 krug jasabadir. Hay, jaraysizlar bolalar. Barakallah. 7-chi top bolalar, qaniki? Sizlar juruslaringizni ko'ring. Hozir vaqt bilan yuribmiz. Al, 2-chi top jumusini ko'ring bolalar. Bitdizmi bolalar? Yo'q. Barakallah. Qani jumusingiz? Vaqtga juda ta'sir qilgan bolalar ya. So'nggi topshirma vaqtni qarab turaman men. Kelesi topshirma bolalar hozir 2 topda yaxshilab yurgizingizlar programmani ya. Endi vaqtga juda ta'sir qilgan bolalar ya. 2 topda vaqtga yurgizamiz. Shaydni qancha qilasizlar bolalar? Vaqtlaringiz yurib olingizlar ya. Yuruvdi bir vaqt olsun. Ketadi o ya 20 cm. Al, jildamda tek bolalar. Topshirma o'rnida. Neydi vaqt yurgizamiz. Qayr robot çıldan juda ekan. Al bolalar 2 topning robotlarini jarishtiradigan bo'lamiz hozir. Qayr robot birinchi keladi ekan ya bolalar. Programmasini jasab oldilar. 20 santimetrdan burg'i kerak robot. Tushundingmi ya? 20 santimetrdan burg'i kerak. Al bolalar, başlayımız 1-2 degende basaysizlar. Tutma. 1-2-3. Ay barakallah. Qaytib turibdi. Yerinchi robot. Yerikdan bolalar kim aytadi? Ne sebepten birinci geldiler o? Ülkeni buna öngörüydü. Eslerinde saklanlar bolalar. Kelesi o dersine baratın olsa, sızıklı dersler var, inversiyal dersler var. Sol кезде biz qanday döngörüp tanıp ekemiz? Ülkeni döngörüp tanıp biz dersine barmamız gerek. Barımızga tushunibmi bolalar? Kelesi topshirma bolalar jup-jup bilan o'tiramiz. Kelesi topshirma solishtirma topshirma. Ya'ni o'tgan sabaqda o'tdik-ku bolalar. Bloklarda ya bolalar ya. Bolalar biz jege жұмыс жасадық, topпен жұмыс жасадық ya. Jaraysizlar өте жоғары. Kelesi topshirma bolalar bizde juптық жұмыс. Кесте ішіндегі мәліметтерді сурет бойынша нұсқағыштармен сәйкестендіресіздер. Яғни өткен сабақта балалар роботты құрастырдық қой ya. Robotты қандай нелері бар, құрылғылар бар, аттары қандай, сонымен сәйкестендіресіздер. Түсінді ғой ya? Қазір тапсырма беремін. Жұптық жұмыс. Неге кетіп жұмыс жасайсыздар? Birinchi konstruksiya. Durustmi? Jana sut tetiga. Bari durustmi bolalar? Durust. Ikkinchisi birinchi top. Birinchi top. Qanday? Infrastruktura tetiga. Stasish. Ulkan motor. Ulkan motor. Bolalar, ulkan motor xizmat qanday bolalar? Robotun naqshtirgan maqta hareketlerin бағдарламаларын berеді. Durust aytasizlar. Shuncha shu
Үшінші. Düz Қандай? Төс. Ол қызметі қандай балалар? Жерді түрі тұста жаталады және жарықтың жарқындығын анықтайды. Дұрыс айтасың Асылай. Келесі. Ортаңғы мотор. Evo3 модуль. Оның қызметі қандай балалар? Сіздің роботыңыз үшін басқару, орталық және энергетикалық станция қызметіне атқарады. Дұрыс. Келесі. Орталық мотор. Ортаңғы мотор. Оның қызметі қандай балалар? Дәлдігін сақтайды. Дұрыс айтасыңдар. Несін сақтайды? Дәлдігін сақтайды. Дәлдігін сақтайды. Ал балалар келесі тапсырма. Балалар бүгінгі сабақтың қорыту мақсатында сіздерге тест түрінде тапсырма алдым. Яғни бүгінгі сабақты қорытындылаймыз тест түрінде. Яғни балалар көрдіңіздер ғой тестті, электронды түрде. Егер де балалар дұрыс жауабы шықса, бұл жерде жасыл светпен болады. Егер де қателессеңіздер, онда қызыл свет жанады. Түсінікті ғой, балалар? Кезек-кезек тапсырайық балалар, келе ғой, нотасы. Бірінші сұрақты оқи ғой. Роботтың негізгі бөліктеріне не жатады? Роботтың қайсысы? Белгілі қайсысын таңдайсың? Дұрыс па балалар? Не екен? Датчик, басқару. Блогы, датчик басқару блогы, балалар? Енді қате болғанда мысалы мынаны басып көріңізші. Егер қате болғанда қызыл свет жанатын еді, жарайсың, дұрыс жауап беріп келесі, әсер келе ғой. Датчик не үшін керек? Баса ғой, қандай ғой, қайсысы? Ақпарат көңіл. Баса ғой. Дұрыс па балалар? Жоқ. Қасем қателесті. Келесі, кім шығады? Келе ғой. Жазира, келе ғой. Кім шығады? Ал екінші сұраққа балалар, Әсем шыға ғой, кел. Датчик не үшін керек? Датчик не үшін керек екен? Қоршаған ортада орнайды. Қандай ғой? Дұрыс. Жарайсың. Келесі. Әсет келе ғой. Оқи ғой. Мотордың қызметі қандай? Мотордың қызметі қандай балалар? Қозғалыс жасау. Қозғалыс жасау. Дұрыс, бәрекелді отыра ғой. Яғни бүгін мотордың қызметін білдік па балалар? Алға қарай роботты қозғалттық па? Қозғалттық, дұрыс. Асылай келе ғой. Жыламыз, балалар? Командалар жиынтығы. Дұрыс. Сұрақты оқи қойшы. Бағдарлама дегеніміз не? Командалар жиынтығы. Отырамыз, дұрыс айтасың. Келесі. Келе ғой, әлі отыр. Қай тілде бағдарламаланады? Блоктық визуалдық бағдарлама. Дұрыс па екен балалар? Дұрыс. Бүгін блокпен жұмыс жасадық па балалар? Яғни бағдарлама не түрінде болады екен балалар? Блок түрінде, қойсыңдар ғой жаңа бағдарлама. Дұрыс, бәрекелді. Келесі сұраққа келе ғой. Келесі сұрағымыз балалар. Роботты кім басқарады? Роботты кім басқарады? Бағдарлама және сенсорлар. Дұрыс, отыра ғой. Жарайсың. Түсінікті ма? Маған сұрақтарыңыз бар ма балалар? Жоқ. Яғни балалар, ойдағыдай тәрбиелеудің сыры оқушыға деген құрмет сезімінде жатыр. Яғни балалар бүгінгі сабағым түсінікті болса, қазір кері байланыс жасаймыз. Бәріміз шығып, кімде қандай сұрақ бар, болмаса түсіндіңдер ма? Таңдап осы жерден рефлексия жасаймыз. Түсінікті ғой, келіңдер жеке-жеке балалар. Кері байланыс жасаймыз балалар, электронды түрде, Барлығын түсіндің бе Нұртас? Жарайсың, өте белсенді қатыстың бұл сабаққа. Келе ғой, Әсем. Түсінікті ма бұл сабақ? Бұл сабақта бағдарламамен жұмыс жасадың ғой, балалар? Келе ғой, Жазира. Бәріміз келеміз, балалар, кезек-кезек келе берейік. Дұрыс, жарайсың, отыра ғой. Келе беріңіз, балалар, келе беріңіз, бәрі келе беріңіз. Келе беріңіз. Бүгінгі сабағымыз ұнады ма, балалар? Келесі үй жұмысы балалар роботты келесіде шеңбер бойымен жүргізуге дайындалып кетесіңдер. Түсінікті ғой, балалар? Жарайсыңдар.